2019 жылы республикалық бюджет шығыстары 1,2 триллион теңгеге ұлғаюмен 11 триллион 895 миллиард теңгені құрайды. Нақтылау жобасында қаражатты 3 бағыт бойынша бөлу көзделеді. Бірінші бағыт жалпы сомасы 444,3 миллиард теңгеге Нұр Отан партиясының съезіндегі мемлекет басшысы айтқан әлеуметтік қамқорлық әлеуметтік шараларын іске асыру. Осы қаражат шеңберінде мыналар жоспарланып отыр. Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдауды күшейту бойынша 224,3 миллиард теңге. Аз қамтылған көп балалы отбасылар үшін жалға берілетін тұрғын үй салу және Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жеңілдікті кредит беруді енгізу 100 миллиард теңге. Өңірлік инфрақұрылымды дамыту бойынша 90 миллиард теңге. Ауыл ел бесігі арнайы жобасының іске асыру 30 миллиард теңге. Екінші бағыт жастар жылын өткізу шеңберінде іс-шараларды іске асыруға 24,6 миллиард теңге көзделіп отыр.